Күн табиғаттағы ең үлкен жарық көзі. Күн аспанда жарқырап тұрады. Ол жерге жарықпен жылу береді. Күн шыққанда айнала жарық болады. Барлық тіршілік күнге тәуелді. Күн өте ыстық шар болып табылады. Ол өте алыс қашықтықта орналасқан. Күннің жарығы бізге жетеді. Сондықтан біз күндіз жақсы көреміз. Күн табиғи жарық көзіне жатады. Күн сәулесі жерге түседі. Сәулелер айналаны жарықтандырады. Ағаштар мен гүлдер жарықта өседі. Жарық болмаса өсімдіктер өсе алмайды. Күн жарығы табиғат үшін маңызды. Таңертең күн жаңа ғана шығады. Жарық біртіндеп көбейеді. Аспан ашық түске боялады. Табиғат ояна бастайды. Бұл да табиғи жарықтың әсері. Күн негізгі жарық көзі. Ол өзінен жарық шығарады. Басқа денелер күннен жарық алады. Күнсіз өмір болмайды. Сондықтан күн өте маңызды. Ай түнде аспанда көрінеді. Ол жұмсақ жарық береді. Айдың жарығы күннен келеді. Ай өзі жарық шығармайды. Бірақ ол табиғи жарық көзі болып саналады. Ай жарығы жерге түседі. Түнде айнала сәл жарық болады. Ай жарығы әлсіздеу болады. Соның арқасында біз түнде де көреміз. Ай табиғаттағы жарықтың бір түрі. Түнде аспанда жұлдыздар көрінеді. Олар кішкентай жарық нүктелері сияқты. Жұлдыздар да жарық шығарады. Олар өте алыс орналасқан. Жұлдыздар табиғи жарық көздері. Жұлдыздар қараңғы аспанды жарықтандырады. Олар түнде әдемі көрінеді. Жарықтары әлсіз болса да байқалады. Жұлдыздар аспанды безендіреді. Бұл табиғи жарықтың бір көрінісі. Ай мен жұлдыздар бірге көрінеді. Олар түнде жарық береді. Аспан әдемі болып көрінеді. Түнгі жарық әлсіз болады. Бұл да табиғи жарыққа жатады. Найзағай бұл жарқыл. Ол бұлттардың арасында пайда болады. Найзағай өте тез болады. Бір сәтке аспанды жарықтандырады. Бұл да табиғи жарық көзі. Найзағай кезінде жарық өте күшті болады. Ол қараңғыны бірден жарық етеді. Жарық қысқа уақытқа ғана созылады. Бұл табиғаттағы ерекше құбылыс. Найзағай табиғи жарықтың бір түрі. От жанғанда жарық пайда болады. От жылуда береді. Адамдар ерте кезде отты пайдаланған. От қараңғыда көмектеседі. От табиғи жарық көзі. От айналаны жарықтандырады. Қараңғыда бәрі анық көрінеді. Оттың жарығы жылы болады. Ол адамдарға пайдалы. Бұл да табиғи жарықтың мысалы. Кейбір жәндіктер жарық шығарады. Мысалы, жарық қоңыз бар. Ол түнде жарқырайды. Жарығы кішкентай болады. Бұл табиғи жарыққа жатады. Жарық қоңыздар түнде ұшады. Олар жұмсақ жарық береді. Қараңғыда әдемі көрінеді. Бұл табиғаттың ерекше құбылысы. Жәндіктер де жарық шығара алады. Табиғатта көп жарық көздері бар. Күн, ай, жұлдыз, от бәрі жарық береді. Олардың әрқайсысының қызметі бар. Олар бізге көмектеседі. Барлығы табиғи жарық көздеріне жатады. Күндіз жарық көп болады. Түнде жарық аз болады. Бұл күнге байланысты. Ай мен жұлдыздар түнде жарық береді. Күн мен түннің айырмашылығы бар. Жарық табиғатқа қажет. Өсімдіктер жарықта өседі. Жануарлар жарықта қозғалады. Адамдар да жарықсыз өмір сүре алмайды. Жарық өмірдің маңызды бөлігі. Табиғи жарық көздері өте маңызды. Олар бізге жарық береді. Табиғатты түсінуге көмектеседі. Біз оларды күнде көреміз. Табиғи жарықты бағалау керек. Осымен балалар сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпа.